Клубтық әлем чемпионаты тартысқа толы қызу өтуде, бірақ кейбірімізді мына бір сұрақ мазалап жүр. Неге бұл турнирде Испания чемпионы азулы Барселона, талайын шаң қаптырған Англия чемпионы Ливерпуль, және миллионның сүйіктісіне айналған Роналду жоқ? 32 үздік клуб қатысып жатқан дода футбол жанкүйерлері үшін нағыз мереке болу керек. Бірақ кейбір жұлдыздардың жоқтығы көпшілікті таңғалдырғаны рас. Сөйтсе, мәселенің барлығы FIFA-ның жаңа форматында екен. Рейтинг жүйесінде ел квотасы және бәрін шешетін ұпайларда болып тұр екен. Достар, видео париматчтың қолдауымен дайындалды. Төмендегі сілтеме арқылы Telegram арнасына өтіңіз. Бекітілген пікірде киберспортқа қызығатындар үшін арнайы акция жүріп жатыр. Сонымен әрі қарай жалғастырайық. Жаңа клубтық әлем чемпионаты қандай? Ең алдымен бұл FIFA-ның жобасы және Джанни Инфантиноның жаңа қаржылық ойыншығы секілді. Турнир 32 командаға дейін кеңейтілді. Бұл оны ұлттық құрамалар арасындағы басты жаһандық додаға барынша ұқсату мақсатында жасалған екен. FIFA президенті жаңартылған жарысты кәсіби элиталық футболдың шыңы ретінде насихаттап жүр. Клуб бапкерлері үшін бұл тағы бір турнир, тағы бір жаңа бас ауруы, ал ұйымдастырушылар үшін көбірек табыс табудың амалы. 2025 жылғы клубтық әлем чемпионаты барлық конфедерациялар клубтарына ең жоғарғы деңгейде өз шеберлігін көрсетуі мүмкіндігін беретін маңызды кезең болмақ. Бұл спорттық жетістіктерге негізделген ашық турнир, және ол футболды шынымен де жаһандық деңгейге жеткізу жолындағы басты қадамдардың бірі болмақ, депті FIFA президенті Джанни Инфантино. Айта кету керек, турнир 2026 жылғы әлем чемпионаты алдындағы дайындық ретінде ақш-та өтуде. Іріктеу турнирі өтпейтін болғандықтан FIFA клубтық әлем чемпионатына қатысушыларды анықтау үшін арнайы критериялар белгілеп қойыпты. Барлық конфедерациялар клубтарының құрлықтық турнирлеріндегі 2021 жылдан бергі көрсеткіштері назарға алынды. Жеңімпаздар автоматты түрде жолдама алды, ал қалған командалар құрлықтық рейтинг арқылы іріктелді. Европалық емес клубтар үшін ұпайлар келесіде есептелген. Турнирдің әр кезеңіндегі жетістігі үшін 3 ұпай, тең ойын үшін 1 ұпай, жеңіс үшін 3 ұпай. Ал европалық клубтар үшін тек чемпиондар лигасындағы нәтижелер ескерілді. Мұнда ұпай есептеу әдістемесі мынадай. Әрбір келесі кезеңге өткені үшін 1 ұпай, 1/8 финалға шыққаны үшін 5 ұпай, топтық кезеңге өтсе 4 ұпай, тең ойын үшін 1 ұпай, жеңіс үшін 2 ұпай. Маңызды талап. Бір мемлекеттен клубтық әлем чемпионатына ең көбі 2 клуб қатыса алады. Ал егер 4 жылдық іріктеу кезеңінде бір елден 2-ден көп клуб чемпиондар лигасын жеңіп алса, онда бұл шектеу алынып тасталады екен. Кім білсін, Барсаның осы талаптарға сай келмей қалатын. Бірақ каталондықтардың клубтық әлем чемпионатынан тыс қалуы шынымен де таңғалдырды. Сөйтсе, олар соңғы 4 маусымда UEFA чемпиондар лигасында жеткілікті деңгейде нәтиже көрсетпеген. Барсаның көрсеткіштері FIFA белгілеген қатаң іріктеу критерияларына сәйкес келмейді. Сондықтан Ламин Ямаль, Педри және Ханс Дитер Фликтің басқа да шәкірттері Америкадағы жүлде қоры $1 миллион құрайтын турнирде жоқ. Каталондықтар чемпиондар лигасын соңғы рет 2015 жылы жеңді, алайда бұл нәтиже іріктеуде көрсетілген мерзімнен тыс. 2021-2024 маусымдар аралығында клуб Европаның басты турнирінде үлкен нәтиже көрсете алмады. 2021-2022 және 2022-2023 маусымдарда топтық кезеңнен аса алмай жарыстан шығып қалды. Ал 2023-2024 маусымда ширек финалда PSG-ға есе жіберді. 4 жылдық UEFA рейтингінде Барселона 71 ұпаймен небәрі 12-ші орында тұр. Осылайша каталондықтар қазір клубтық әлем чемпионатында өнер көрсетіп жүрген Реал мен Атлетикадан қалып қойған. Бұған қоса 2023 жылдың соңында бұқаралық ақпарат құралдарында FIFA Барселонаны турнирге шақыруды жоспарламағаны туралы ақпарат талқыланды. Бұған клубтың Суперлига жобасын қолдауына байланысты туындаған шиеленісті қарым-қатынастар себеп болған. Алайда спорттық нәтижелер шешуші факторға айналды. Оның үстіне Барселона уайлдкарт алуға тырысудан өзі бас тартып, спорттық жетістіктерге басымдық беру керек екенін мойындады. Барселонаның турнирге қатыспауы жанкүйерлер үшін күтпеген жағдай болды. 2024-2025 маусымдағы Испания чемпионатындағы жеңіс пен суперкубок, Испания кубогы сияқты басқа да трофейлер Европадағы сәтсіздіктерді өте алмады. Салыстырмалы түрде алғанда, жаһандық танымдылығы төмен болғанымен UEFA рейтингіндегі жоғарғы нәтижелерінің арқасында Red Bull Зальцбург турнирге жолдама алды.
Барселона клубтық әлем чемпионатына қатысушылар қатарына ену үшін Халықаралық футбол федерациясына өтініш те жолдаған екен. Каталондықтар турнирден шеттетілген Мексиканың Лион клубының орнын алуды сұраған. Алайда FIFA бұл бастаманы қабылдамады. Турнир ережесіне сәйкес бір елден екі клубтан артық қатыса алмайды. Испаниядан жарысқа Реал мен Атлетико клубтары бұрыннан іріктеліп қойған. Сондықтан Барселонаны қосу бұл шектеуге қайшы болар еді. Лион шеттетілгеннен кейін оның орнына MLS лигасының өкілі Лос-Анджелес клубы қосылды. Мексикалық команда турнирге қатысушылар қатарынан көп клуб иеленуге қатысты ережелерге қайшы келуі себепті шығарылды. Әрі Лион, әрі осы турнирге де жолдама алған Пачука клубтары бір құрылымға тиесілі. Тарихы бай болғанымен Барселонаның 2025 жылғы турнирге қатыспауы клуб беделіне соққы болды. Бұл жағдай ірі гранттардың өзі қатал іріктеу талаптарына сай келмесе сәтсіздікке душар болатынын көрсетті. Көп гранат жанкүйерлері 2024-2025 маусымдағы Ла Лигадағы чемпиондық пен Чемпиондар Лигасының жартылай финалына шығу секілді жетістіктер клубтың болашақта клубтық әлем чемпионатына қайта оралуының негізі болады деп үміттенеді. Амал жоқ, клубтық әлем чемпионаты Барселонаның қатысуынсыз өтуде. Десе де 32 ұжым бар. Олардың арасында да тартысты да қызыққа толы текетірестер көп. Ал Спортпульт сайтында турнирдің күнтізбесімен танысу мүмкіндігі бар. Ойындардың лайв нәтижелерінде осы жерде бақылай беруге болады. Басты матчтарға қатысты сарапшылардың пікірі мен болжамдары, эксклюзивті сұхбаттарды және соңғы жаңалықтарды сайттан оқы. Әрі қарай жалғастырайық. Бұған дейін бір орын осы жылғы Чемпиондар Лигасының жеңімпазына арнайы резервтелген болатын. Алайда жартылай финалға шыққан 4 команданың барлығы турнирге қатысуға бұрыннан жолдама алғандықтан бұл орынды қайта бөлуге тура келді. Нәтижесінде бұл орын соңғы 4 жылда Чемпиондар Лигасында жоғары нәтиже көрсеткен, бірақ әлі іріктелмеген клубқа берілді. Осылайша қатысушылар тізіміне Зальцбург енді. Арсеналдың Чемпиондар Лигасын жеңіп Англиядан 3-ші команда ретінде қатысу мүмкіндігі болған, бірақ Артета шәкірттері ширек финалда Бавариядан жеңіліп қалды. Зальцбург коэффициенттер кестесінде 18-ші орын алған, алайда Наполи, Севилья, Милан және Ливерпуль сынды басқа командалар бір ел, екі клуб ережесіне сай келмегендіктен австралиялық клубқа жол ашылды. Ливерпуль клубтық әлем чемпионатына тек 2021-2022 немесе 2023-2024 маусымдарда Чемпиондар Лигасын жеңіп алғанда ғана іріктеле алатын еді. Барселонаға қатысты жағдай сәл өзгеше. Реал Чемпиондар Лигасында жеңіске жетіп, клубтық әлем чемпионатына қатысуға жолдама алды. Екінші испандық орын үшін Атлетико мен Барселона таласты, бірақ 4 жылдық рейтинг бойынша Атлетико жоғары болды. Наполи мен Милан да клубтық әлем чемпионатында ойнамайды, себебі бұл турнирге Интер мен Ювентус рейтингі жоғары болып шықты. Криштиану Роналдо әлемнің ең танымал футболшысы, бірақ ол да бұл турнирде жоқ. Себебі оның командасы Аль-Наср соңғы 4 жылда бірде-бір рет Азия Чемпиондар Лигасын жеңбеді және аймақтық рейтингте үздік клуб саналмайды. 2025 жылы жартылай финалда Кавасаки Фронталеге жеңілді, бұл сәтсіздік бәрін шешті. Аргентиналық әйгілі шабуылшы Серхио Агуэро Роналдо туралы қалжың айтып, ол теледидардан қарайды деп мазақ еткен. FIFA бұл турнирді ең беделді клубтық жарыс еткісі келеді. Бірақ Барселона, Ливерпуль командалары және Роналдо секілді тұлғалардың жоқтығы бұл мақсатқа күмән келтіреді. Жанкүйерлер қызығушылығы азаюы мүмкін. Интер Майами мен Месси секілді кейбір жұлдыздар ғана назарда. Бірақ ережелер баршаға ортақ. Клуб қандай мықты болса да, нәтиже болмаса қатыса алмайды. Сонымен үлкен мереке кейбір жұлдыздарсыз өтуде. Енді бұл жанкүйерлердің турнирге деген қызығушылығына қалай әсер ететінін көру өте қызық болмақ. Бүкіл әлем футболының шыны маусым алдындағы жай ғана турнирге айналып кетуі мүмкін деген қауіп бар. Уақыт айырмашылығына байланысты бұл жарысты көпшілік көрермендер үшін тамашалауды қолайсыз. Алайда Арсен Венгер бұған мүлде басқаша қарайды. Бұл турнир клубтарға орасан зор оң әсер етеді. Өйткені бүкіл әлемдегі клубтардың даму мен бәсекелестікке арналған ресурстары артады дейді ол. Ал сен Венгердің сөзімен келісесің бе? Пікір жаз. Арнаға жазыл, қызықты видеоларды жіберіп алма.